Қайырлы күн баршаңызға. Мерекелік дастарханға ерекше әдемі сән беретін, дәмі өте керемет болып шығатын 4 түрлі салат дайындаймыз. Ең бірінші балықтан цезарь салатын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен бізге ұн, бір жұмыртқа, панировочный сухари және судак балығының щечки дейміз ғой, сол қажет болады. Балығымызды тұз салып, қара бұрыш салып маринадтаймыз. Жұмыртқамызға да кішкене тұз салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Щечкаларымызға тұз сіңді, артық суларын осылай сорғытып алып аламыз. Шұңғылдау ыдысымызға салып, 2 қасық ұн салып, жақсылап осылай араластырамыз. Болмаса, целлофановый мешочкқа салып араластырсаңыздар болады. Ұнға араласқан балығымызды жұмыртқаға, артынан осылай панировочный сухариға аунатып аламыз. Қалғандарында дәл осы видеодағыдай жақсылап бірінші жұмыртқаға, артынан осындай панировочный сухариға аунатып дайындап аламыз. Бәрін дайындап алған соң, табамызды қыздырып, майымызды құйып, шетінен осылай салып қуырамыз. Екінші жағын бәрін аударып, осылай қуырып, қағаз майлығымызға түсіріп аламыз. Сіздер көп көлемде жасайтын болсаңыздар, қалғандарында дәл осылай қуырып алсаңыздар болады. Ендігі кезекте қатты ірімшігімізді осылай 4 бұрыш қылып, артынан 3 бұрыш қылып 2-ге бөлеміз. Қалғанын осындай ұсақ теркадан өткізіп аламыз. Және де бізге бөдененің жұмыртқасы қажет болады. Суға пісіріп, аршып, осылай ортасынан бөліп дайындап аламыз. Дөңгелек кішірек қызанақтарымызды жуып тазалап, осылай бөліп дайындап аламыз. Кішірек қызанақ болмаса, черри помидорын, яғни черри қызанағын пайдалансаңыздар болады. Ендігі кезекте айсберг капустасы қажет болады. Осылай жақсылап жуып, қолмен осылай жыртып бөліктерге бөліп аламыз. Бәрі дайын болды. Ендігі кезекте бізге осындай цезарь соусы қажет болады. Цезарь соусының құрамын астына описаниеға қалдырып кететін боламын. Болмаса сіздер дайын цезарь соусын пайдалансаңыздар болады. Сақталған ірімшігімізді, пысанағымыздың жартысын салып, жақсылап араластырамыз. Қалған жартысын артынан соусына сәл араластырып, бетін әдемілейтін боламыз. Дайын болған салатымызды ыдысымызға салып алып, бетіне балығымызды және кириешкемізді саламыз. Осындай дайын кириешке сатылады. Дайындап көруге кеңес беремін. Балаларыңызға, жанұяңызға міндетті түрде ұнайтын салат. Ендігі кезекте дәмі өте керемет болып шығатын гнездо салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін 3 картофелімізді жуып аршып, осындай корей теркасына өткізіп аламыз. Теркадан өткізген кезде қолдарыңызда байлаңыздар. Қалғандарында дәл солай өткізіп аламыз. Бәрін өткізіп болған соң, суға бір рет шайқап аламыз. Шайқап осылай сорғытып аламыз. Табамызға майымызды қойып қыздырып, қызған қызбаған шпажкамен тексеріп, осылай аз-аздан картофелімізді салып қуырамыз. Аз-аздан қуырсаңыздар, әдемі қызарып қуырылатын болады. Бірден осылай сорғытып, қағаз майлыққа түсіріп аламыз. Сонда артық майлары сіңіп кетеді. Қалғандарында дәл осы видеодағыдай қуырып аламыз. Ендігі кезекте үлкенірек бір қиярымызды осылай соломкаға алып, жуып тураймыз. 2 жұмыртқамызды суға қайнатып, сыртын ашып, осылай соломкаға алып тураймыз. Қиярымыздың жанына қосып саламыз. 2 маринадталған қиярымызды да соломкаға алып тураймыз. Тұздалған қияр пайдалансаңыздар болады, бірақ салатқа тұз салған кезде ескергендеріңіз жөн, тұзы өтіп кетпеу қажет. Оны да бірден салатымызға қосамыз. Ендігі кезекте копченый тауығымызды жұқа қылып, соломка қылып тураймыз. Оны да салатымызға саламыз.
консервіленген жүгерімізді қосамыз және майонез саламыз. Мен тұз қостым. Себебі менде тұзы салаттың аз болды. Бәрін жақсылап араластырамыз. Ыдысымызға саламыз. Және бетіне әдемілеп картофель пайымызды сеуіп шығамыз. Әдемілік үшін петрушкадан жуып, үстіне әдемілеп айландырып, және 2 бөтененің жұмыртқасын пісіріп, қойып шықтым. Дәмі өте керемет салат, дайындап көруге кеңес берем. Сіздерге және сіздің жанұяңызға міндетті түрде ұнайтын салат. Қызылшадан гүл тәрізді өте әдемі, дәмді салат дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен табамызды қыздырып, бір уыс грек жаңғағымызды салып, қуырып аламыз. Сол кезде грек жаңғағының әдемі дәмі шығады, сәл майы шығады, дәмді болады. Осылай қуырып алған соң, салафанға салып, оқтаумен ұрып, сақтап аламыз. Осылай сақтап аламыз. Енді бізге піскен қызылша қажет болады. 2 орташа және 2 сәл кішірек болу керек. Осындай ірі үкіштен үлкендеу қызылшамызды өткізіп аламыз. Және бір уыс кепкен жүзім қосамыз. Және ұсақталған грек жаңғақтан кішкенесін саламыз. 2 ас қасық майонез қосамыз. Қаймақ қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Енді бетін әсемдегенге 2 кішірек қызылшамызды ортасынан бөліп, осылай жарты ай сияқты кесіп аламыз. Бәрін кесіп алдық. Енді ыдысымызға салатымызды саламыз. Бәрін жақсылап салып алған соң, осылай қызылшамен үстін гүл сияқты тізіп шығамыз. Сәл кіргіземіз. Кірмей жатқан жеріне осындай лопатканың көмегімен сәл ашып кіргіземіз. Шет-шеттерін петрушкамен осылай әсемдесеңіздер болады. Салатымыз дайын болды. Дастарханда өте әдемі болып көрінеді. Осылай қалдырсаңыздар болады. Болмаса бетіне ұсақталған грек жаңғағынан сеуіп шықсаңыздар болады. Өте әдемі, пайдалы салат. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес берем. Дәмі енді өте керемет болып шықты. Дәмі өте керемет болып шығатын картофель пайдан ерекше дәмді салат дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен 3 картофелімізді аршып жуып, осындай корей теркасынан өткізіп аламыз. Бәрін өткізіп алған соң, салқын суық су құйып, жақсылап жуып аламыз. Осылай сорғытып аламыз. Табамызды қыздырып, майымызды құйып, картофелімізді аз-аздан салып, қуырамыз. Араластырып, сәл қызарған соң, бірден алып аламыз. Артық май сіңіп кету үшін қағаз майлыққа түсіріп алуға кеңес берем. Қалғандарын да дәл солай қуырып аламыз. Ендігі кезекте 2 қиярымызды жуып, осылай турап аламыз. 2 жұмыртқамызды да суға қайнатып пісіріп, осылай соломка қылып тураймыз. Маринадталған қиярымызды да соломка қылып турап қосамыз. Копченый курицамызды да соломка қылып турап қосамыз. Консервідегі жүгерімізден біразын қосамыз. Кішкене тұз және майонез салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Енді пияздың көгін осылай әдемілеп жуып тураймыз, үстінен декор жасағанға.
салатымызды ыдысымызға саламыз. Бетінен картофель пайымызды сеуіп, және пиязымыздың көгін осылай әдемілеп сәндеп шығамыз. Салатымыз дайын болды. Дайындап көруге кеңес берем. Дәмі өте керемет, дәмді болып шығады. Менің арнамда бұдан да басқа мерекелік дастарханға арналған дәмді салаттардың рецептері бар. Рецепттерді жоғалтып алмас үшін тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Алда бұдан да басқа әдемі мерекелік дастарханға арналған салаттардың рецепттерімен бөлісетін болам. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.